Армысыздар, құрметті оқырмандар. Ақылбек Шайхмет жазушы, драматург, көсемсөзші журналист, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының мүшесі, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі, филология ғылымдарының кандидаты, профессор, халықаралық шығармашылық академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі. Белгілі қазақ ақыны Қостанай облысының Жітіқара ауданында Желқуар ауылында 1951 жылы 17 маусымында туған. Жітіқара қаласында қазақ мектебін бітіргеннен кейін Шевченко кеңшарында шопан болып жұмыс істеді. 1968 жылы оны Әулиекөл ауданының газетіне қызметке шақырады. Одан кейін Алматы облыстық Жетісу, Қостанай облыстық Қостанай таңы газеттерінде, облыстық телекомпанияда жұмыс істейді. Алматыда Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін және Москвада әдебиет институтын бітірген. СССР жазушылар одағына 1983 жылы қабылданған. Бірнеше монография мен оқу құралының авторы. 50 шақты әнге сөз жазған. Көптеген республикалық мүшәйралардың жеңімпазы. Соңғы жинағы 1977 жылы жарық көрді. Оны күлімдейді күніміз, гүл мен бидай, біздің бақша, шынар, аяз және қыдыр, әдемі, бағдаршам деп аталатын жинақтары жалын, балауса, елорда, балалар әдебиеті, Бор плюс баспаларынан жарық көріп, оқырмандардың ықыласына бөленген болады. Өлеңдері мектеп оқулықтарына жыл 12 ай жинақтарда енгізілген. Есте қалар ел тарихы, ел есіндегі есімдер, тыңда туған, пирамида, көзімді ашып көргенім, жұлдызды дәуір, жер бесік, мөлдір бұлақ деп аталатын прозалық өлеңдер және поэмалар жинақтары оқырмандардың ықыласына бөленді. Автордың өлеңдері орыс және шетел тілдеріне аударылған. Драматургия саласында да қалам тербеп келеді. Ақсұлу Оразбай қызына арналған Ақсұлу тарихи драмасы Қазақ радиосының алтын қорына қабылданған. Театр сахнасына шыққан Алғыс пен қарғыс немесе Жарық пен көлеңке, Таза бұлақ, Шоқанның шері пьесаларының авторы. Бүгіндері есімі республика жұртшылығына өте таныс. Оның ойлы, ғибратты жырларынан киелі де қасиетті Қостанай топырағының астықты, қазыналы орман тоғайлы, өзен көлді сайын даласына жұпар иесі аңқиды.